Венера ханым, сіздің біздің нана бальзамды ішуіңізге не себеп, кім тапсия етті сізге? Ассалаумағалейкум ағалымдар. Мен Патима апа себеплі келдім. Патима апаны жолда ұшыратып алып, сөйлесіп қалсам, Патима апа айтты, нана бальзамда істеп жатырмын. Нана бальзамның несі жақсы деп айтты маған. Ішіп көріңіз сіз әуелім бар деп. Кейін мен қазір неше 10-15 жылдан бері хронический анемия болып келдім. Осы уақытқа дейін қаным 3/5-пенен жүремен. Онан кейін 20 жылдай болды, қолым қалтырайды. Қолым қалтырауының себебі әуелі зоб болдым, зобты операция қылып алдырдым. Оның менен пайдасы тимеді. Нервтан деп мені нервтан давалады. Онан кейін нерв дегеннен кейін ең кейінде паркинсонизм деген диагноз қойды маған. Болезнь Паркинсона. Паркинсона. Онан кейін мен мына Global Trend компаниясына келіп, нана бальзам алып іштім. Қазір 20 күннен асты. Маған нәтиже берді. Құдайға бейхсап шүкірмен. Қаным 7-де 8,5-ға көтерілді қазір. Осы уақытқа дейін. Онан кейін қолымның қалтыраулары қалды. Енді бәрі толық қалды деп айта алмаймын. Қолым мына бармақтың ұшынан иініме дейін қатты қалтырап, ойнап кететін еді. Қазір тек мына бармақтың. Гүлнара ханым, сіздің нана бальзам ішуіңізге, бұл жерге келуіңізге не себеп болды? Ассалаумағалейкум, әуелім бар. Мен сол сентябрь айында маршрутныйда авария болып қалдым. Сосын нана бальзам туралы естім. Бірақ сенбедім, туырысын айтқанда. Сөйтіп, өзімне үлкен абысыным бар еді, сол предложение берді, сондай. Аммезаттың восстановление болады, аммезаттың жақсы болады деп. Сөйтіп келіп, сол таза деген доктор бар екен, сонымен сөйлесіп, бірақ баста сенбедім, сонда да 4-еуін алып кеттім. Уже бір ай ішіп болғаннан кейін өзімді жақсы сезіп басладым. Даже аяқларым ауратығын еді, қаттыға, басым көп ауратығын еді. Сөйтіп, ұйқым жақсы болды, бірінші. Онан кейін аяқларымның сол ауырғалары бір айдан кейін уже қойып басылады. Қазір Құдайға шүкір, міне 6 ай болып жатырды, аяғымда ешқандай ауыру жоқ. Сосын өт қалтамда тас бар еді. Өт қалтамдағы тас уже өзі қылдым, өт қалтамдағы тасты жоқ деп берді, қуанып жүрпен. Екінші рет және 4-еуін келіп алып кеттім. Келінім 1,5 жылдан бері көтермей тұғын еді. Бір айдан кейін результат болды, уже келінім көтеріп, қазір 2,5 ай, 3 ай болды, келінім беремін. Көп рахмет айтаман, ұсыны ойлап тапқан, біздерге келіп атырған, әрбір инсанға рахмет айтқым келеді. Бірінші Алла, екінші сіздерге көп рахметлер айтаман. Әрбір инсанға жәрдем берсін, алың, ішің, жәрдемі